Бүгінгі Мейдің КТЛ ток-шоуының екінші маусымның тұсаукесерін ашуға келіп отырған арнайы қонағымыз Мақсат аға. Қош келдіңіз аға. Есімім Мақсат Ахметбек, жас кәсіпкермін. Астанада мектеп автобусы желісін бастаттым былтырдан бері. Қазіргі таңда Астанаға өте қажетті, бұл уақыт тығыздығына байланысты ата-аналарға өте бір жеңілдік жасап жатырмыз. Балаларды мектептен және үйге тасымалдаумен айналысамыз. Әрине бастапқыда қиындықтар болды. Қиындықтың басты себебі де бұл бизнестің, бұл кәсіптің ешқандай мысал болмағаннан кейін, біздің Қазақстанда алғаш дамып жатқаннан кейін бұл бизнес процесті орналастыру, жүйеге келтіру біраз қиынға соқты. Енді оның бәрін қазір біз қиындықтың бәрін өттік, жұмыс жүйелі түрде істеуде. Ең басты кеңесім бұл сабырлы болу. Бұл бизнес қою оңай шаруа емес, көп еңбек ету керек, еш нәрседен қорықпау керек, және әрине мемлекеттің қолдауында болған өте қолайлы болады. Мейдің КТЛ бағдарламасы туралы не ойлайсыз? Не ойлаймын, өте керемет бір жоба деп білемін. Бұны алғашқы басталғаннан бері өзім қарап келемін. YouTube-тан өзім YouTube каналдарыңыздан қарап отырамын. Көп естідік, көп білдік. Жарайсыңдар, керемет. Ағай, КТЛ-ды 300-бен сипаттап берсеңіз. Менің ойымдағы сипаттама әрине біздің КТЛ-дің жатақхана ерекше орны бар. Bir жолдастық, жақын бір сезім, көп қызықты өміріміздің көп уақыт өткен жері, ол бірінші жатақхана. КТЛ-мен бірінші нәрсе ол жатақхана. Екіншісі енді біздің мораль кешесі деуші болады. Сол біздің кезімізде де болатын, бұл ешқай бәлкім мектепте болмайтын бір шара болатын. Сондықтан да КТЛ-мен көп жақсы сезімдер тудыратын кездер бұл мораль кешесі болды. Үшіншісі десеңіз, ол жаңағыдай тәрбиешілер шығар. Өйткені ол кісілердің еңбегі зор, ол кісілерсіз бәлкім бұл КТЛ деген нәрсенің ұғымының болмауы да мүмкін шығар. Сондықтан ол кісілердің орындары ерекше. Менің ойымша. Бірақ сөйлесу үшін емес, шұғыл үшін қазір көбіне қолданатын нәрсе. Өте керемет. 2000 жылы. Негізгі бұл зат пайдалы ма? Енді пайдалы жағы көп қой әрине, бірақ зиян жағы да бар енді. Бірінші сыныптағы бүлдіршіндер, екінші сыныптағы бүлдіршіндер сол автобусқа отырып үйіне жеткен кезде бір көздерінде бір бақыт, бір жақсы бір сезім байқап. Сондықтан да бәлкім осы жобаның атын Happy Bus деп атауының бірінші себебі сол. Бақытты болу, бақытты сезіну, сол деп ойлаймын. Сол себепті Happy деп қойдым. I have a bus, I'm happy. Happy bus. You go to school, I have a bus. School bus. Happy bus, school bus. Самый лучший happy bus. Самый лучший happy bus. Менің бірінші ұстанымдардың біреуі, егер сіз бір нәрсе бастағыңыз келсе, сіз бұл бастамаңызда бірінші болғаныңыз дұрыс, яғни пионер болу керек. Бастамаңызда егер соны өзіңіз күйіп жанып, өзіңіз теріңізбен ұйықтамай істемесеңіз, ол сіздің жобаңыз емес. Өмірлік ұстаным көп еңбек ету. Менің көз жеткізген нәрсем, ешқандай бұл дүниеде нәрсе, қандай мақсат қойсаңыз да жеңіл келмейді ешқашанда. Бір қойған алдыңызда мақсат болсын, бір жетістік болсын, білім болсын, не болса болсын, ешқашанда
жеңіл келеді деп ойламадым. Жеңіл келген нәрсе жеңіл кетеді. Сондықтан да еш нәрседен қорықпай көп жұмыс істеу керек. Сабақта болсын, жұмыста болсын. Әркімнің ойы әртүрлі. Мысалы біреулер үшін жетістік ол емтиханда мысалы 100% алу, иә? А сіз үшін жетістік дегеніңіз не ол? Менің ойымша жетістік деген жаңағыдай қазіргі заманның көп проблемасының біреуі жаңа сіз айтып отырсыз ғой 100% алу. 100% алу ол құрал деп есептеймін. Ол жетістік емес. Қалай да болса өз халқына, өз жаңағыдағы қасыңдағы адамдарға пайдалы бол. Менің ойымша бұл жетістік. Біреу спорт алаңында сондай пайдалы болып, мысалы биік шыңдықтарға жеткізіп, біздің Қазақстанның атын бүкіл елге жеткізіп жатыр. Бұл да бір жетістік. Біреу білім саласында, біреу басқа саласында. Маңыздысы қанша мықты жетістікке жету емес, жетістік ол адам болып қала білу. Яғни маңайындағы адамдарға пайдалы болады. Пайдаң тисе, менің ойлаймын бұл бір жетістік, үлкен жетістік.